Саламатсыздар ма балалар? Сабағымызды бастаймыз. Бірінші жаттығу: өлеңді жатқа жаз. Төскейден жел еседі, төбемнен бұлт көшеді, туған жерім мен үшін көк майсасын төседі. Етістіктердің қай сөзбен байланысып тұрғанын сызбамен көрсет дейді. Бұл жерде етістік еседі, жел еседі, жел дегеніміз зат есім. Бұлт көшеді, көшеді, етістік бұлт зат есім. Майсасын төседі, төседі, етістік майсасын деген сөзбен байланысып тұр. Келесі екінші жаттығу: мәтінді оқып, етістіктерді тап. Шілікті өзені ауылды жанамалай ағады, жағасы қалың шілік. Қыста ернеуіне дейін мұз қатып жатады. Көктемде сең жүреді, жаз шығысымен суы таяздап қалады. Ең терең жерінің өзі тізеден аспайды. Етістіктердің дара немесе күрделі екенін айт. Дара етістіктер бұл жерде ағады, жүреді, қалады, аспайды. Күрделі етістік қатып жатады. Үшінші жаттығу: суреттегі зат атауларын олардың қимылын білдіретін сөздермен сәйкестендір дейді. Күнбағыс өседі, қауын піседі, жапырақ түседі. Осылай көшіріп жазасыздар. Төртінші жаттығу: сын есімі бар бағандағы сөйлемдерді көшіріп жаз. Бұл жерде екінші баған, оның кішкене құлағы, қысқа инелері және ұзынша тұмсығы бар. Бұл не? Оны қандай сын есімдермен сипаттап айтуға болады? Бұл жерде кішкене, қысқа, ұзынша дегендер сын есімді білдіреді. Кірпі кішкентай қоңыр қара болады. Инелерінің ұшы ақ түсті болады. Қорққан кезде денесі дөңгеленіп, шар тәрізді жиналып алады. Осылай сөйлем құрастыруға болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше арнаға тіркелуді ұмытпаймыз балалар.